Аптасына бір кітап оқимын деп нысананы қойған адам ең азы бір жылда 50 кітап оқиды. Бір сала бойынша кітаптарды үздіксіз оқу әдетке айналса, бірнеше жылда сен сол араладағы сарапшы болып шығасың. Ал түбегейлі білімнің адамды өмірдің кез келген саласында алға жетелейтін қуатты күші екенін айтудың қажеті жоқ шығар. Батыс мамандары да бұл қағиданы дұрыс деп есептейді. Бәсекеге қабілетті болу үшін тұрақты түрде оқып тұру керек. Қайырлы күн. Мен Бақыт Жұмахметқызы, сана орталығының тренері әрі спикерімін. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз кідіріс. Кідіріс. Не үшін кідіріс? Қараңызшы. Сіз көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Тоқтамай оқылып жатқан кітап. Тоқтамай, үздіксіз бір тонда айтылып жатқан сөз. Сізге жағымды бола ма? Әрине, ол сізге жағымсыз болады. Сізден бұрын ол сіздің миыңызға жағымсыз болады. Себебі тоқтаусыз және бір сарында оқылған мәтінді және де айтылған ақпаратты біздің миымызға қабылдау қиын. Ол қорытып үлгермейді, түсініп үлгермейді. Сол үшін де ол шаршап кетеді. Яғни біз бірден жалға бастаймыз, тыңдағымыз келмейді, болмаса басқа бір нәрсеге алданып кетеміз. Бұл осы кідірістің болмауының салдары. Біз кідірістің өзін екіге қарастырамыз. Бірінші кідірісті біз үтір деп алсақ, екінші кідірісті біз нүкте деп аламыз. Үтір дегеніміз ол сөз арасындағы айтылған кідіріс. Сіз сөйлеп жатқан кезде тоқтап сөйлейтін болсаңыз, бұл үтір. Және де соңғысы нүкте, осы сөйлеп болғаннан кейін, екінші сөйлемге айтатын кезде 2 секунд немесе 3 секундта кідіріс ұстауыңыз. Бұл адамдарға белгі береді. Мен бір ойымды айтып болдым. Менің айтылған осы ойымды сен қорытып ал. Және де мен келесі айтайын деп жатқан ақпаратыма дайын бол. Адамдарға түсінікті болады. Бір ой бітті, енді екінші ой басталайын деп жатыр. Осы кішкене ғана кідірістің әсерінен сіз адамдарға сондай үлкен белгі бере аласыз. Екінші айтып өттім, нүкте. Бұл соңғы сөзді, соңғы ойды айтқан кезде қойылатын кідіріс. Мысалға айтайық. Абай атам айтқан екен. Сізде туы мүмкін. Не айтты? Айтшы енді. Яғни адамдардың қызығушылығын арттырасыз. Олар сізді бүкіл ынтасымен сіздің айтып жатқан ақпаратыңызды қабылдауға дайын болады. Егер де сіздің айтатын мәтініңіз қысқа болатын болса, ол жерде осы кідірісті көбірек қолданыңыз. Қысқа, нұсқа, кідірісімен айтылған мәтін немесе ақпарат сізге қонымды болады. Айтып жатқан адамдарыңыздың қабылдауына өте жеңіл болады. Енді ол кідіріс менде жоқ болатын болса, мен оны қалай дамытамын деген сұрақ тууы мүмкін. Өзіңізге кітап алыңыз. Сол кітапты оқып отқан кезде арасында міндетті түрде үтір болған жерінде тоқтаңыз. Нүкте болған жерде 3 секундтай тоқтаңыз. Оқуды солай дауыстап жалғастырыңыз. Сол кезде дұрыс кідіріс қою сізге әдеттегі жағдай болып қалады. Сіз солай өзіңізді машықтандырасыз. Тағы да жақсы көмектесетін бір әдісі ол диктофон. Өзіңіз сөйлеген кезде сөзіңізді диктофонға жазып алыңыз да қайтадан тыңдаңыз. Тыңдауға жағымсыз болатын болса, түсініксіз болатын болса, қайтадан жазыңыз. Яғни сізге түсініксіз, сізге жағымсыз болса, ол тыңдаушыларға да тура солай әсер ететінін естен шығармаңыз. Кідіріс жайлы сізге берілген ақпарат толық ақпараттың 10% ғана деп айтсақ болады. Толықтай ақпарат пен жаттығулар толықтай сөйлеу шеберлігі курсында берілген. Сөзіңіз ұтымды болсын, ойыңыз жүйрік болсын. Келесі кездескенше сау болыңыз.